демеген нәрседе сендер жөнсіз сұрақ қоймаңдар. Осы уақытқа дейін діндердің түбіне жеткен нәрсе солардың жөнсіз сұрақ қоюынан деді. Баны Бақара сүресінің өзі осы сиыр сүресінің кімдерге? Иудейлерге түскен еді. Ол кездегі олардың пайғамбарлары Муса алейхиссалам болатын. Сол кезде бір адамды біреулер өлтіреді. Ол адамды кім өлтіргенін білмейді. Сол кезде барып, ей Муса, сен Аллахпен тілдесесің ғой, ана адамды кім өлтірді, бізге білдіріп берші деп айтқан еді. Сөйде Алла субхана тағаланың уахи түсіп айтады, сендер Алладан әр пәрмен келеді, не істейді? Бір сиыр сойыңдар деп айтады. Тура осындай нәрсе болады. Сөйде сиыр сойған кезде кісілер не дейді? Сиыр деген көп қой. Оны сиыр қандай сою керек? Туған ба, тумаған ба? Одан кейін оның түсі қандай болу керек деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муса алейхиссалам Аллахтан сұраса, олар келіп, жоқ, сен бізге оны айт, 4 жасқа толған ба, толмаған ба, қарай. Мұжи береді. Сөйтіп барып, анау сондай сарғыш болсын, ондай қалға бір нелеге ұқсамаған, тумаған деп. Осындай неге шегілмеген, соқаға тартылмаған, жайлауда жүрген деген сияқты уже критерийлер кетеді. Сөйтеді, өздерін діндерін өздері әбден қиындатып алған дейді. Сол арқылы түбіндегі жөнсіз сұрақ қоюда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай нәрсеге алып келеді. Сол үшін пайғамбарымыз тек қана уахимен білдірген кезде ғана сөйлейтін, үндемесе де пайғамбарымыздың ол хикметі. Енді бұл алғашқы дегенде алдында айттық. Ең алғашқы болып кім болып отыр бізде? Ислам дінін қабылдайтын. Ең пайғамбарымыз бірінші намазды үйренетін. Хадиша анамыз. Хадиша деген анамыздың өзінің аты да ең алғашқы деген сөзден шығып отыр. Енді ең бірінші еркектерден де, әйелдерден де бүкіл адамзаттың ішіндегі мұсылман болған ең бірінші Хадиша анамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға осындай уақи келгеннен кейін Хадиша анамыз ең бірінші иман келтіргеннің өзінде де ешқандай күмән келтірместен бірінші ля иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алғашқы рет өзіне Жабриил алейхиссалам кеше дәрет алудың үлгісін айтып еді. Дәретті былай аласың. Пайғамбарымыз сөйтіп Хадиша анамызға дәретті көрсетіп, пайғамбарымызға Жабриил алейхиссалам қалай имам болып намаз оқыған болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөйтіп Хадиша анамызға имам болып алғашқы намазды оқиды. Алғашқы дәрет алған, алғашқы намаз оқыған, алғашқы ля иляха илlallah деп айтқан адам. Алғашқы сенген адамдардың бәрі кім екен? Хадиша анамыз радиаллаху анха. Бір күні осы Хадиша анамыздың деңгейі өте жоғары. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мен жаныма қазір Жабриил алейхиссалам келіп тұр, ей Хадиша дейді. Алла субхана тағала саған сәлем айтты дейді. Я Расулаллах, Хадиша Алла тағала сәлем айтып жатыр деді пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз тағы дейді, ей Хадиша, міне Жабриил алейхиссалам Алла тағала саған алып келді. Енді тағы да бір уақиында айтады, Алла субхана тағала Хадишаға жәннатты үнжуден бір үй бергені жайлы сүйіншілеумен бұйырды. Ол жерде ауру да, мұң да, бас ауру да жоқ деген хадис бар. Яғни ең бірінші сүйіншіленген, ең бірінші болған адамның дәрежесін тірі кезінде ақ Алла субхана тағала жәннатпен сүйіншілеген. Жәннатпен сүйіншілеген мәшһүр сахабаны айтамыз ғой. Бірақ оның ішінде Хадиша анамыз айтпаймыз, рас қой. Бірақ та ең бірінші жәннатпен сүйіншілеген кім екен? Хадиша анамыз екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдердің Хадиша анамыз болды исламды бірінші қабылдаған. Ал еркектерден ең бірінші болып кім қабылдады исламды? Абу Бақыр ас-Сидық радиаллаху анху. Абу Бақыр деген өзі үшін аты ма? Кім екен оның ішінде? Абу Бақыр ас-Сидықтың шын аты қандай екен өзінің? Ой, мына кісі билет қоя берді. Абу Бақыр деген бұл кісінің лақабы аты. Абу Бақыр деген түйелердің атасы дегенсіз. Абдулла ол кісінің аты. Абдулла ибн Абу Кухафа. Абдулла ибн Абу Кухафа. Яғни әкесінің аты Абу Кухафа. Абу Кухафа. Абу Бәкірдің қызық исламды қабылдамай тұрып, осы пайғамбарлық келмей тұрып, 20 жыл бұрын түс көрген еді. Абу Бәкір.
20 жыл мындай бір түс көреді. Бір толған ай аспаннан жерге түсіп, Меккедегі әрбір үйге шашылып, бөлшек болып түседі. Сөйтеді да, сол бір кезден кейін ана бөлшектердің бәрі қайтадан жиналып, бір ай бүтін болып, қайтадан көкке көтеріледі. Сөйтсе, Абу Бақырдың үйіне түскен айдың бір бөлшегін Абу Бақыр есіктерді жауап шығармай жатыр екен түсінде. Аның түстерін, сондай түс көріп оянып кетеді. Сөйтіп сол замандағы бір иудейдің ғалымына барып, соны жорып беруін сұрайды. Иудей, мынау түсім осындай болды. Осыны не деп жорып бересіз деген кезде, мынау бір жорылмайтын жай әншейін түс қой дейді. Бұл жорылмайтын түс, жай ғана бүйтіп айтқан кезде сен сандырағың сияқты деген сияқты айтады. Абу Бақырдың көңілінде бір нәрсе қалады. Сөйтіп жүріп ол баяғы Шам өлкелеріне, Бусра жаққа қарай не істейді? Сауда керуен барып жүрген кезде, анау алдындағы біз Бахира деген кісіні білеміз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды күтіп жүрген бір христиан адам бар еді. Бұрын иудей дінінде болған, кейін христиан дінінде пайғамбарымыздың белгілерін көрген еді. Айтып өтіп қой әңгіменің алдында. Күтіп алып, бәріне тамақ беріп, ана кісіні шақырып келіп, мөрінен арқасынан сүйіп, егер жасым сенің пайғамбарлығың келгенде босам ғой шіркін деген кісі бар еді ғой. Сол Бахираға кім барыпты? Абу Бақыр бар. Абу Бақырға барып, Бахираға барып, түсін айтқан кезде Абу Бақыр айтты, сен қай жерден боласың өзі дейді. Мен Арабстаннан, осындай Құрайш деген елден боламын десе. Біліп қой, сендердің араларынан бір пайғамбар шығады. Соның жанындағы жүрген уәзірі көмекшісі сен боласың, бұл түсін бойынша дейді. Деген бағандағы түстің жоруын сөйтіп, ана кісі одан басқа ешкімге айтпа деп айтты. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға уахи келіп отқан кезде, пайғамбар жан-жақтағы адамдар осындай деп отқан кезде, Абу Бақыр келіп, сен осындай деп жатсың ғой, ислам туралы деп айтады ғой. Бұған бір өзінің әрбір пайғамбар мұғжизасымен дәлелімен келеді. Сенің бір мұғжизаң қандай еді деген кезде, сенмен анау недегі Бусрадағы Бахирамен арасындағы екеуің әңгімең дейді. 20 жыл бұрын саған осындай айтып еді ғой дейді. Анау тұрып сұрады, ашхаду ла илаха илlallah, ашхаду анна Мұхаммад абдуху ва расулух деп айтады. Яғни бұл бір вариант. Бұл Абу Бақырдың әңгімесінен тағы да екінші вариант бар. Ол кісі тағы да Йемен жаққа неге барған екен? Сауда саттыққа барады. Сауда саттықта Йеменде үлкен кісілердің көбісімен сөйлесіп жатады. Түскен кезде Йемен жақтағы бір өте сол жақтағы тақуадар бір адам болған. Сол кісімен сөйлескенде ана кісі қарап тұрады да, бергеш балам деп шақырды. Сен Құрайштансың ғой деп айтады. Анау иә деп айтады. Сенің елің кім өзі дейді. Ана кісі Тамим деген елінен дейді. Енді бұл екінші белгі дейді бағанағы кісі. Қандай белгі дейді? Үшінші белгі ішіңді аш деп айтады. Ана кісі айтады, ішімді не үшін ашуым керек? Абу Бақыр. Оны мынау дейді, мен кітаптардан көп оқыдым. Меккеден бір пайғамбар шығады екен. Оның жанында көмекші екі адам болады екен. Біреуі жас бала дейді. Ол бүкіл қиыншылықтарды басында не алған кезде көп нәрсені өзінің мойнына алып, сол қиыншылықтарды жеңілдететін адам. Екіншісі қарт адам дейді. Екіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында жүретін сонымен жасты адамдау дейді. Оның аққұба, ашаң тұлғалы, қарнында бір қара мең бар дейді, кіндігінің үстінде. Ал ішіңді аш деп айтады. Ішін ашса, қарның үстінде қара мең бар екен. Міне сол адам сенсің. Бұл нәрсені ешкімге айтушы болмайды. Сөйтіп, бұл сура сол Йеменнен Меккеге келген кезде пайғамбарымызға бағанағы пайғамбарлық беріліп, өзім пайғамбармын деп алғашқы айтып жатқан кездері екен. Сол кездегі Хазірет Абу Бақыр ояқтан келе салғанда үйіне сразу Шайба келді. Бағанағы Абу Жахил келді дейді. Уқба ибн Муайт келді дейді. Абул Бұхтари деген келді дейді. Солардың бәрі жиналып келіп айтты дейді. Абу Бақыр, сенің деңгейің бізбен деңгейлес, дөкейіміз ғой дейді. Сенің құрметіңе ғана бәріміз осы үйге келіп тұрмыз. Не болды десе? Сенің анау Абдуллахтың жетімі бар ғой, Мұхаммед деген, сенің досың ғой бала кезіңнен дейді. Сол үйді өзінің пайғамбармын деп жариялапты. Ана жүгермек дейді. Одан кейін
біздің бәріміздің ата бабастанып отқан діннің бәрі дұрыс емес деп айтып жатыр дейді. Соның сен екеуміздің арамыздағы достығымыз үшін әйтпесе біз оны баяғыда көзін құртып өлтіре салатын едік дейді. Сен бұл вопросты өзің барып Мұхаммедпен шеш дейді. Ана кісі жарайды деп, ана кісімен ақырындап бәрін шығарып салады. Сөйтіп барып бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға барып айтады. Елдің бәрі осындай деп айтып жатыр. Осыған Мұхаммед сен не дейсің деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Мен сенің анау Йемендегі кездескен шалың әңгімесін айтамын дейді. Ана кісі түсінбей қалады. Қалай деген кезде, сен бір Йеменде көп қой шал дейді ғой. Жоқ дейді.